жатат. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, докторанттар, магистранттар және студенттер. Жалпы біздің компьютер инженерия жанынан жыл басында жоспарланған бір іс-шарамыз бар еді. Ол оның тақырыбы білім берудегі жасанды интеллекттің маңыздылығы. Осы төңірегінде телеконференция жоспарлағанбыз. Енді оның сайты бүгін түсіп отыр. Бұдағы біздің мақсат жалпы жасанды интеллект министерство тарапынан да жалпы бір үлкен Қазақстанда үлкен ноу-хау болып жатыр. Бұл жасанды интеллекттің осы интеллект бойынша көптеген жұмыс. Енді осы тақырып төңірегінде бізге телеконференциямызға Түркия тарапынан, Түркияда оқып жатқан біздің өзіміздің түлегіміз, дұрыс па? Докторантурада. Бұл қонағымыз, өзіңізді қысқаша таныстырып өтсеңіз. Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн. Бұл телеконференцияны ұйымдастырып жатқан баршаңызға үлкен алғысымды айтамын. Мен өзім Түркістанның тумасымын, есімім Мұртаза Самат. 2014-18 жылдары бакалаврды, 2018-20 жылдары магистратураны бітіріп, 21 жылдан бері Түркия Республикасы Анкара қаласында Гази университетінде компьютер ғылымдары мамандығы бойынша докторантурада білім алудамын. Өзімді таныстырсам кішігірім осы. Жақсы, рахмет сізге. Мынау ертеңгі күні сізге сәттілік тілейміз. Бітіріп біздің қатарымызға келіп қосылыңыз демекпін. Және біз бүгінгі таңда осы жасанды интеллекттің маңыздылығы жөнінде біраз пікір талас өткізсек. Бізде қандай деңгейде, сіздерде қандай деңгейде? Қалай, бұл қаншалықты бұл жасанды интеллект былай қарасаң пайдасы көп, барлық сфераға бұл қолданылып жатыр. Дегенмен де менің өзімнің жеке ойым бұның алдында үлкен угроза тұр деп ойлаймын. Бұл бәрі күшті, бәрі керемет деп айтуға болмайды. Міне осы жөнінен доклад болғаннан бір пікір талас өткізсек. Бұл біздің кафедрада осы жасанды интеллектке қатысты пәндерден беретін оқытушымыз бар. Ол Ануарбек ағайларыңыз, өздеріңіз танисыздар. Ал Ануарбек, сөз кезегі өзіңізде қысқаша айтып өтсеңіз, ары қарай қонаққа әңгімеге тартамыз. Рахмет. Енді кішкене қысқаша түсіндіріп өтейін. Жалпы педагогіміз айтыңыз кішкене сөзге шолақтауымыз. Білім берудегі жасанды интеллекттің жалпы маңыздылығы қалай қолданады деп. Негізі мынандай түсінік бар. Көп шатасады, көп жағдайда. Жасанды интеллектті модный тема қылып алып алған мектеп мұғалімі де, колледж мұғалімі де айтып жүреді да. Бірақ жасанды интеллект не екенбіз? Жаттап алған, қолдану. Енді екі түрі бар. Бірінші біз істейміз, жасанды интеллект жасаймыз, ұсынамыз. Яғни датасеттермен, жаңағы мәліметтер қорын, үлкен датаны жинап, істейміз бір тілдік модель, видео модель, жаңағы кескінді модель жасаймыз. Екінші жағы осы именно оқытушыларға қатысты нәрсе қолданушылар. Жасалып болған дүниені разработчиктер жасайды, оны қолданады. Соны шатастырып та айтады, жасанды интеллектті осындай нәрсе істеуің керек, сен істей алмайсың, ол қиын нәрсе да. Оған айтишник жалдау великий команда мысалы. Жасанды интеллект алгоритмдерді білетін, модельдерді білетін, оны құрастыра алатын, разработка жасай алатын сонда маман керек. Ол мектеп мұғалімі, биология мұғалімі келеді да, жасанды интеллект негізінде жоба жасауы керек. Қолдану арқылы жасауға болады. Қолдану арқылы осындай әдіс жасауға болады деген сияқты келтірсе болады. Жасанды интеллект тікелей қолдану. Енді мына жерде жалпы білесіңдер, өздеріңіз жасанды интеллект жалпы негізі ішіне машиналық оқыту негізінен шығады. Ішіне нейрондық желі, жасанды интелект өзі машиналық оқыту ішіне кіре береді. Кеше кескінді тану, image processing, о да кіреді, яғни барлығы жасанды интеллекттің тармағы. Deep learning деген бар, reinforcement learning деген бар, яғни
қамту арқылы. Только кескінге емес, текстке де. Бұл да негізгі бір түсініктердің бірі. Жалпы жасанды интеллект мына жерде қарасақ, негізгі рөлдері қолдану. Яғни мектеп мұғалімі тек мектеп мұғалімінен бастап бізге де, яғни университеттің оқытушыларына шейін қолдануға негізгі бағыттары мынандай. Жасанды интеллект қолдану жалпы қолданыс, яғни бар қолданыста жүрген жасанды интеллектке негізделген нейрондық желі. Яғни оның ішіне тармақталады. Жерде әртүрлі ғылыми бағытта қолданған түрлері бар, білесіңдер ғой, нейрондық желі көріп жүрмін мысалы. Соның ішіндегі негізгі білімге арналған бағыттар өз алдына. Карточкалар шығару, тексттер, лекциялар жасау сондай арналған. Сосын артықшылықтары міндетті түрде артықшылықтың өзінің алдына, яғни LLM дейді, Large Language Model, ChatGPT модель, бұл тілдік модель, үлкен тілдік модель. Оның артықшылықтары қандай? Кескіндік, Леонардо мысалы, кескінді модельдер қалай шығарады, изображение қалай генерациялайды, қайдан алады информация. Соның артықшылықтары нені үйрену керек? Жасанды интеллектте нені үйрену? Сол бағыт бойынша, яғни сосын міндетті түрде жасанды интеллектпен қарым-қатынасымыз түзу болу. Мен постоянно айтам, сен өзіңді танытпай жасанды интеллектті, ол саған ештеңе бере алмайды. Түсіндіре алу керек, промпт жасау керек, яғни промпт инженериясын күшейту керек. Сосын қандай курстан өтуге болады. Интернетте қарап көрсеңдер, небір орындар бар. Жалпы негізгі 3 білім бағыты бойынша, яғни адаптациялық оқыту, педагогика несі ең негізгі бағыттар қазір. Бұл ескі тема, бірақ қазір жасанды интеллектке қосып жатыр. Жекешелік оқыту, адаптациялық оқыту, яғни қазір таңда қосып жатқан тақырып. Автоматты түрде бағалау, сосын фидбэктер жасау, чат-боттар, түсінбеген темаларды сұрауға арналған. Негізгі осы роль білім беру бағытында қазір кең етеді. Курсерада, Хан академиясы бар, қандай нелер бар, платформалар болса. Онлайн, яғни солардың бәріне қосып жатыр. Мысалы, Курсерада бір тапсырманы орындау үшін не істейді? Бір басқа дүниеде тіркелген профессорға болмаса жаңағы доцентке жіберіп тексертіп жатса, уже автоматты түрде, яғни бағалаян жүйе болады. Білесің ғой, Курсераны көрсін өзінің өтіп мысалы. Бағалаған кезде күтіп қалады кейде. Кейде автоматты түрде сразу жауап береді. Соны автоматтандыру, яғни жасанды интеллектке қосу жүйесін алға қойып отыр. Бар уже қосып шет жағасын қосып отыр. Бағалау жүйесі. Бұл жерде жекешелендіру оқыту деген жалпы несі түсінігі мынандай. Студенттер демейді, ақылы берді. Студенттің деңгейінен. Тілде А1 деңгейі, Б1, Ж1 деп кетеді түркішеде, мысалы. Сол сияқты, яғни біздің IT, биология, кез келген тарихтың өзінің деңгейін анықтайды баланы, қай жерге дейін біле алады, арқырап соған байланыстырып, яғни соған икемделеді. Сен уже өтіп болған нәрсең қажет емес оған, одан жоғары. Адаптацияда саған уже үйрене бастайды. 20 студенттің бәрінің деңгейі бірдей емес сендерде, 30 студент бәрі бірдей емес, сол үшін ол автоматты яғни көп жағдайда онлайн платформалар. Негізгі көмегімен не істеуге болады оқытушы? Анализ жасаймыз, бейімделген контенттер дайындау, жаңағы кері байланыс чат-боттар жасау мүмкіндігі бар. Енді негізгі нелері бағыттар бойынша ең қажетті жинадық, мысалы, оқу жоспарын жоспарлау, яғни жоспар қою. Мысалы, проекттің өзіне жазып алып отырсақ қазір, сол сияқты яғни мазмұндап жоспар қою болды оны. Тек қана сендер емес, бізде болмақ. Аналитика жасау, анализ жасау, қайсы тиімді, қайсы тиімсіз. Мазмұн бойынша ұсыныстар алу, интеллектуалды реттеу, яғни сізді дайындауға көмектеседі. Яғни кодтарды кез келген біздің жағдайда, IT жағдайында кодтарды мысалы сендер жаздырып аласыңдар, көп жағдайда түсінбейміз, оны түсінуге тырысу. Яғни жанына жазып қойып, код не үшін қолданды, код мынандай жерде не үшін қолданды, білесіңдер ғой? Жалпы стоппен беріп қойды. Сосын жаңа автоматтандырылған бағалау жүйесі, сосын кері байланыс чат-боттардың жүйесі. Тексттер. Енді қазіргі таңда қолданылып жатқан ең негізгі нелердің бірі оқыту.
геймификация, ойын элементтерін пайдалану арқылы қосылады. Мысалға Magic School деген бар, ашып көрсін деп бар инструменттер бар ішінде. Тартулар жасайды. Көп жағдайда біздің деңгейіміз мектептің деңгейінде жасалып платформа. Түсіндіңіз ме? Яғни ол да несі, сосын тілдік деңгей. Тілдіктер уже адаптацияға 20-30 жыл бұрын өтіп болды. Оған ешқандай алгоритм керегі жоқ, ол арнайы тесттермен ақ өзі сенің деңгейіңді анықтап. Енді қосып отыр, мысалы Duolingo қосып отыр, кішкене жасанды интеллект қосып отыр, ойланады, жаңағыдай белгілі бір жерге келгенде ошибка, қателессеңіз, оны ненің арасына қосып жібереді, келесі сабақтың арасына қосып жібереді, сізді жаңартылды. Яғни бұл деген үлкен көмек, оқыту процесіндегі үлкен жетістік. Тілде көргесіңдер ме Duolingo'ны ашып көрдіңдер ме? Ішіне қазір білмеймін, сендер де қолдануы енді қосып жатыр, енді ошибка жасаған кезде біледі, келесі сабақтарға қосып жібереді іште, қайталау күшейтеді. Осы сияқты үйренуге ынталандыру бағыттары жалпы осындай сияқты көп мүмкіндіктері бар жасап жүрген. Енді былай қорытындылай келе мен кішкене бір не айтып кетсем, қазір нейрондық желілер жалпы 100-ге жуық нейрондық желі бар. Білесің ғой, ашып көрсең Instagram, мысалы әлеуметтік желілерді қарасаңдар, көп мейлі ашып, біз сияқты, сендер сияқты программистрлардың өзі ашып отқан, бірақ бәрі шекте. Белгілі бір жерге шейін жұмыс істейді, арғы жүреді. Даму барысында. Біреуге алданып сеніп сол үшін жасанды интеллект болсын, бәрі өткені ең соңғы өзіміз көреміз. Тексеру керек, қарау керек, білімдердің бәрі мысалға, соған қарап анализ жасап, салыстырмалы түрде көрді. Мысалға, Қытай шығарды, DeepSeek, ChatGPT бар, екеуінің анализдерін жасап көрінеді, салыстырып, қайсысы дұрыс, қайсысы жалған береді. Міндетті түрде. Болды, мынау дұрыс екен деп көшіп алып қоюдың ешқандай несі пайдасы жоқ. Қате. Негізі қате береді. Мен өзім байқаймын, информацияны шатастырады. Сол үшін соңғы нүктені нені өздері құрасына. Енді модный темаларды, трендтегі темаларымыз алдағы уақытта тағы дамиды деген ойдамыз, өзімізді үлесімізді қосамыз. Рахмет. Мұртаза, қосыласың ба? Келді ма экранға? Бол, келді, сөйледі. Барлықтарыңызға қайырлы күн, тағы да өзімді жаңа таныстырып өттім. Әнуар ағаның айтқан, енді өзіміздің ағамыздай болып кеткен, Әнуар аға деп айтамыз, оған үйреніп те қалыппыз. Осы жасанды интеллекттің білім берудегі маңызы туралы бірнеше ақпараттармен бөлісті сіздерге. Барлық, енді толықтай айтқандарына келсем, жалпы бұл жасанды интеллект біздің білім беруде, білім алуда қандай бір нәрселерді әкеліп жатыр. Бізге плюс жағы ма, минус жағы ма, соның барлығын бірге талқылайық. Енді Мұртаза, мынандай қылайық, жалпы кішкене уақытымыз қысқалау. Тест айтып өтірейік. Университетте қалай қолданылатындар, неден қолданылсын, өзінің ғылыми жұмысында, өздеріңізге белгілі күніне ондаған жасанды интеллект шығып жатыр. Жаңа айтып кетті Әнуар аға, 100-деген жасанды интеллект бар деп. Барлығы шығып жатыр, бірақ барлығында да бір шектеулер бар. Неге? Өйткені бұл жаңа Әнуар аға айтып кеткендей, бұның барлығы үлкен тілдік модельдер, яғни модельдерді қолдану арқылы шығып жатыр. Бұларды модельдерді үйрету үшін үлкен датасеттер керек. Яғни білесіздер, барлық әлемдегі барлық мәліметтердің барлығы шектеулі, берілмегендіктен бұлардың жаңағы шығарып жатқан өнімдерінің өзінің нәтижесінің төмен болуы осы себепті. Яғни датасеттердің жеткіліксіз болуына. Енді барлық ел қазір осы жасанды интеллектті қолдану үстінде. Енді өздеріңіз білесіздер, ChatGPT OpenAI компаниясынікі. Жақын арада осы қаңтар айының 20-сына жарияланған Қытай Республикасының DeepSeek R1 моделі де танытылды. Барлығымызға оны қолданып та көріп жатырмыз. Ең көп
қолданатын нәрсеміз енді біздің де барлығымыз қолданып жатырмыз. Бұл чат GPT-ді де және DeepSeek-ті де. Енді ең осы жасанды интеллекттің басында көшбасшысында келе жатқан осы екі модель ретінде, бірақ біз бұны қолданған күннің өзінде де біз контроль бізде болу керек. Яғни бұдағы шыққан мәліметтерді біз өзіміз жеке тексеруіміз керек бұны. Енді толықтай бұған сенуге қажеті жоқ, өйткені бұның барлығы модель, белгілі бір дата сеттермен жасалған, бұның барлығы шектеулері бар. Енді барлық ел, мысалы Түркияның өзі де соңғы жаңалықтар естуім бойынша әскери жағдай болсын, басқа да білім саласында болсын, жеке өзінің жасанды интеллекттерін қолдануда. Яғни біздің мәліметтеріміз сыртқа шықпайды, осы Түркияның өзінде ғана өңделіп, сол арқылы дамып, енді жаңа Әнуар аға айтып кетті, reinforcement learning деген нәрсе бар. Ол үйрену үстінде, яғни сіз бірдеңені оған бересіз, ол оны алады, оны үйренеді, одан сайын өзін дамыта береді ол. Сол арқылы сол модельдерді қазір енді жабық түрде өздерінің модельдерін ғана қолдану үстінде. Енді жаңа біздің айтып отқан нәрсеміз, бұл жасанды интеллектке толықтай сенім білдіруге болмайды, өйткені біздің мәліметтеріміз қорғаныс саласы несі бойынша қорғалмаған, яғни бұның біздің мәліметтерімізді сенімді деп айта алмаймыз. Бұған тек пайдалы жағын ғана өзімізге алып қолдансақ болады, тек толықтай 100%-дай сенім бұны жасауға болмайды. Біздің мұғалімдеріміз осы жақтағы алып жатқан сабақтарымызда жасанды интеллектті қолданып жұмыс жасайтын болсақ, 1-0 деген бағаны қойып береді бізге. Өйткені мүлдем жасанды интеллектті қолдандырмай, өзіміздің іздену арқылы тапқан жұмыстарымызды ғана бағалайды бұл жақта. Енді жасанды интеллекттің артықшылықтары да бар, кемшіліктері де бар. Бұл тоқтаусыз тартысу керек, бұл тақырып. Сенімділігі де бар, сенімсіз жағы да бар. Оның барлығы біз тек жақсы жағына қолдана білсек, яғни жаңа айтып кетті, промпт инженер дейді ғой. Бұл модельдерге дұрыс промпттар бере алсақ, дұрыс нәтижелерді ала аламыз. Яғни өзімізге пайдасын тигіздіре аламыз. Ал қате промпттар немесе жеткіліксіз промпттар беру арқылы біз өзіміздің діттеген мақсатымыздың жауаптарын ала алмайтын боламыз бұл жасанды интеллекттермен. Енді бұл білім саласында барлығы қолданып жатыр, мұғалімдердің уақытын ұттырып жатыр. Өйткені барлығын автомат түрде тексеріп, студенттердің білімін тексере алады, бағалап бере алады автоматты түрде. Және сабақ жоспарларын да жасата алады бұл жерде. Және бұл жасанды интеллекттің артықшылықтары жаңа айтып кетті, жеке кісіге, мысалы, бір адамның өзіне байланысты. Яғни кішіселештірілмеш дейді, адамдарға арналған. Мысалға, сіздің қай жерде қателік кетті, сол қателіктеріңізге қарай, одан әрі ол сізге басқа да, яғни сол қателіктеріңіздің орнын толтыру үшін жақсы нәрселерді ұсынады сізге. Яғни одан әрі дамуыңызға өте пайдасын тигізеді бұл. Енді бұл япай зека арашылары өте көп. Енді қайсысын қолданамын десеңіздер де өздеріңіз білесіздер. Күнделікті шығып жатыр, жаңалықтарын оқып жатсыздар өздеріңіз. Тағы да қоссам. Кішкене қорытындылап жүрсек, 1-2 сұрақ бар. Иә, қорытындыласам, бұл жасанды интеллект жалпы адамның ойлау қабілетіне қарай жасалған дүние. Адам не істей алса, соны да істеу мақсатында жасалып жатқан дүниелер. Бірақ бұны білейік, біз бұл адамнан ары асып кете алмайды. Біз тек бұны құрал ретінде пайдалансақ болады. Жақсы, рахмет сізге. Менде мынандай сұрақ бар, жаңа сіз айттыңыз ғой, егер жасанды интеллектті қолданған жағдайда оқытушыларымыз сразу 0 қояды депті. Иә. Қалай біліп отырсыз жасанды интеллект? Енді бізге ол қолданатын бағдарламаларын айтпайды, бірақ біздің мәліметтерімізді, сабақтарымызды, үй тапсырмаларымызды сол арқылы тексереді. Turnitin ғой, Turnitin. Иә, Turnitin. Ол мақала жазсақ та, араштырма жазсақ та, солардың барлығын олар тексеріп отырады сол арқылы. Егер де сол арқылы белгілі бір дәрежеден асып кететін болса, яғни жасанды интеллект қолданылғанымыз белгілі болатын болса, 1-0 қойып тастайды бізге сразу. Келесі жолы қайттан аласың саған. Айналып өтетін, алдап кететін жолдар жоқ па?
Ол жағы да бар. Студенттер енді тек ChatGPT-ден немесе DeepSeek-тен алып прямой нәтижені қоя салмайды. Оның да айналу жолдары бар. Бірнеше жолдарын, енді бір жасанды интеллекттен алған жауапты екінші жасанды интеллектке алып, енді лайфхактардың бірнешесін жасайды. Бірақ ондай нәрсені жасамаған дұрыс негізі студенттерге. Өйткені барлық нәрсе кітаптан, мақалаларды оқу арқылы бізге жақсы нәрселер келетін болады. Сізге көп рахмет, бізбен ой бөліскеніңізге. Біздің де өйткені уақытымыз шектеулі. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Әлі де бұл тақырыпта, бұл енді өзекті тақырып қой бүгінгі заманда. Сондықтан да бұл тақырыпта әлі де пікірталастар алдағы уақытта болады деп ойлаймын. Келесі жылы дұрыстап жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Жақсылық. Сіздерге де көп рахмет, сіздерге де сәттілік. сәлемет.